Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін мен қыздар көрбасы көре беріңдер қыздар романын. Оларға аналарды келесі жолды көрсетемін. Осы наурызда көктемде көрсетемін оларға. Ал қыздар қазір қыздарға көрсетемін. Күзде және жазда міне уже көктемнен кейін ғой. Жазда сол кезде мен үлкенге көрсететін боламын шаш үлгісін. Осы 2002 жылы көрсетемін. Осындай шашты бюролауды қалай көрсетемін. Бұл тарақсыз, мен шашымда тарау. Алайын, қазір түсіндірем, оны қалай істеу керек. Және достармен қоңыр шашымен менікі қызғылт шаш емес, менің шашым осындай. Қоңыр достар, сіздерде тура мен сияқты қалың шашты болу керек. Сіздерде қандай шаш, жұқа әлде қалың? Комментарийде жазып кетіңіздер және тексеретін боламын. Достар, мынандай жұқа шаштардан мен шаштарыңыз жуғанда шаштарыңызды өздеріңіз жуа алсаңыздар болды. Міне красотта болып тұр ғой, міне шаштарыңызды жусаңыздар осындай болып тұрады. Достар, бұл шаш сіздерде мендегі қалың шаш достар, міне сол үшін осындай бұйра болып қалады. Достар, сіздерде қандай, қалың әлде жұқа? Комментарийге жазып кетіңіздер. Достар, ол жұқаға не бұйраланбай қалады, шашайды. Жұқаға бұйраланып тұрады, бірақ шашыңды бүйтіп тарасаң, болды, тез түзеліп кетеді. Ол нормально емес. Түзетіп жүруге де болады. Болмайды. Біздің болмай қалады жұқаларға. Жұқалар былай ол шыдамайды. Шыдамайды білмеймін тұр. Соның үшін менен қараңыздар шаштарымды. Осылай шаштарыңызды тарайсыздар. Менікі шашымды қарасаңыздар, тым қалқып қалады. Шаш болғанды көрсетемін. Сіздер оған шейін әңгімелеріңізді айта тұрыңыздар. Мен шаш болған шейін мүмкін дайындалып алыңыз. Достар, бұл жерде сіздерде шаштарыңыз жуу керексіз, содан кептір тез істеулеріңіз керексіздер. Достар, сол кезде шаштарыңыз бұйра болады. Осы видео тексерсеңіздер болады. Ұмытып қалсаңыздар, маған лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Ұмытпау үшін. Достар, осы жердегі видеоны көре беріңіздер. Түсіндірдім. Сол кезде видеомен көре беріңіздер. Всем пока. Бәріңізге люблю.